Кәрістер неге сакура деген сөзді жек көреді? 1910 және 45 жылдары Жапония Кореяны басып алған. Жапондар кәрістердің мәдениетін жойып, өз мәдениетін енгізу мақсатында кәрістердің жеріне өздерінің символы сакураны егіп тастаған. Кейін Корея өз тәуелсіздігін алғаннан кейін сакураға деген көзқарасы басында теріс болған. Себебі сакура колониялық кездерді еске түсіретін жағымсыз белгі болған. Сондықтан кәрістер шие гүлін сакура деп айтқанды ұнатпайды, оның орнына поккот деп айтады. Дегенмен кәрістердің жастары бұл тақырыпқа қазір жеңіл қарайды. Ең бастысы гүлдің атауы емес, олардың сұлулығы деп айтады. Бірнеше күннен кейін Кореяда осындай керемет сезон басталады. Сакураның гүлдеуін көру үшін әлемнің бұрыш-бұрыштарынан адамдар келіп жиналады. Гүлдеу мерзімі ары кетсе 2 апта болғандықтан бәрі бұл сәтті асыға күтеді. Бұл кезде Кореяда саябақтарда адам өте көп болады. Бәрі фото-видеоға түсіп, табиғаттың сұлулығын тамашалайды. Аз ғана уақыт гүлдейтін сакура өмірдің өткінші екенін адамдардың есіне түсіргендей болады. Кореяда тұрғаныма қуанамын, өйткені бірнеше күннен кейін осы керемет көріністі өз көзіммен көре аламын.